Ауызда еритін ірімшік қосылған осындай өте дәмді шоколадты пирогты жасап көріңіздер, ерекше дәмді болып шығады. Кеттік достар. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқа қантты қосып, жақсылатып араластырамыз. Ұн, қопсытқыш какаоны екінші табаға қосып, араластырып, майлығы 70%-дан жоғары сары майды қосып, осылай жақсылатып барлығын үгітіп аламыз. Енді жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр елеп, 15 минутқа пакетке саламыз. Оған дейін салмасын жасаймыз. Ол үшін творог қажет болады, 20%-ді қаймақ, творожный сырды қосамыз, қантымызды, бір ас қасық жүгері крахмалын, 2 жұмыртқаны қосып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Диаметрі 23-24 см болатын формаға енді салмамызды құйып, 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Піскеннен кейін